оқушылар, күндеріңізге сәттілік. Қазақ тіл сабағын бастаймыз. Қазақ тілі кітаптарыңыз бен дәптерлеріңізді ашып, күннің жадымен тақырыпты жазыңыздар. Балалар, біз өткен сабақтарда киім, сән және талғам бөлімін аяқтаған болатынбыз. Ал бүгін жаңа бөлімді бастаймыз. Яғни отбасылық дәстүрлер мен мерекелер деп аталатын бөлімнің алғашқы тақырыбын өтеміз. Бүгінгі тақырып отбасылық ғұрыптар деп аталады. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты әлеуметтік тұрмыстық, әлеуметтік мәдени тақырыптарға байланысты диалог монологтердегі көтерілген мәселені түсіндіру. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін жазу. Балалар, отбасылық ғұрыптар дегенді қалай түсінесіңдер? Отбасы біздің шағын мемлекетіміз, яғни отбасы мүшелерінен тұратын жанұямыз. Ал ғұрып дегеніміз осы отбасы ішінде орындалатын түрлі әдет, салт, дәстүрлер екен. Яғни отбасылық ғұрыптар отбасындағы баланың дүниеге келіп ер жетуіне, қонақ күтуге, тұрмыстағы әртүрлі ғұрыптарға және адамның үйленуі мен қайтыс болуына байланысты түрлі орындалатын салт дәстүрлер екен. Мысалы, баланың дүниеге келуіне байланысты шілдехана, бесікке салу сияқты әдет ғұрыптар бар, я? Олар сәби өмірге келгеннен кейін, 40 күн өткеннен кейін шілдехана тойы жасалады. Немесе тұсау кесу тойы. Бала алғаш қаз басып, тәй жүре бастаған кезде әрі қарай құламасын, сүрінбесін, тез қадам бассын деген мақсатта ала жіппен немесе қойдың тоқ жегімен оның тұсауын кескен екен. Немесе қырқынан шығару, тілашар тойлар жасалады. Балалар, тілашар тойы бала ең алғаш былдырлап сөйлей бастаған кезде, алғашқы сөздерін айта бастаған кезде, әрі қарай жылдам, тез сөйлеп кетсін деген мақсатпен тілашар тойын жасаған екен. Ал тоқым қағар салт дәстүрі, яғни тоқым қағар тойы, бала 3-4 жасқа келгенде ашамайға мінгізеді баланы. Яғни ол атқа дұрыс отыруды үйренгеннен кейін ата-анасынан бөлек ең алғаш сапарға аттанған кезде тоқым қағар тойы жасалады екен. Оған қоса үйлену салтына байланысты қыз ұзату, жар, беташар сияқты тойлар жасалады. Балалар, біз алдағы тапсырмаларды орындау үшін жинақы мәтін дегеніміз не екендігімен танысуымыз керек. Сіздерге жинақы мәтін жазу тапсырма ретінде беріледі. Балалар, жинақы мәтін түпнұсқа мәтіндегі ең негізгі идеяларды, ең негізгі ақпараттарды сақтай отырып, мәтіннің көлемін ықшамдап жазу. Яғни, түпнұсқа мәтін жинақы мәтінге айналады. Жинақы мәтін түпнұсқа мәтіннен 75%-ға дейін қысқа болады екен. Жинақы мәтінге сол жинақы мәтінді жазып отырған адам немесе оқушы өз ойын қосуға болмайды. Ол тек автордың айтқан ақпараттарынан ғана тұру керек екен. Яғни жинақы мәтінді жазудың мақсаты оқырманды жаңағы көлемі үлкен түпнұсқа мәтіннің ең негізгі мазмұнымен таныстыру. Сол түпнұсқа мәтінге кететін, оқуға кететін уақытты үнемдеу. Мысалы, сіздерге үлгі ретінде мынадай мәтінді алдым. Түпнұсқа мәтін мен одан шыққан жинақы мәтінді қарайық. Қазақ халқы асты жоғары бағалап қадірлей білген. Сондықтан қазақтар адам қажеттіліктерінің ішінде тағамды жоғары қойған. Астан үлкен емессің, ерді қорласаң састырар, асты қорласаң құстырар деген секілді ескертпе сөздер, мақал мәтелдер осының дәлелі. Қай заманда,
қалай айтылғанына қарамастан халық асты құрметтеудің жолын, оны әзірлеудің көзін, ретін таба білген. Бұл түпнұсқа мәтін. Яғни осы мәтіндегі ең негізгі деген ақпараттарды біріктіріп, ықшамдаған кезде жинақы мәтін пайда болады. Мінекей, осы мәтіннен шыққан жинақы мәтін қазақ халқы асты жоғары бағалап, адам қажеттіліктерінің ішінде жоғары қойған және оны дайындаудың жолдарын білген. Яғни ең негізгі ақпараттарды біріктіріп өте қысқа, шағын, сол түпнұсқа мәтіннің ең негізгі мазмұнын айтатын мәтін бұл жинақы мәтін болып табылады. Ендеше балалар, жинақы мәтін дегеніміз не екендігін түсінген болсаңыздар, тапсырма орындауға кірісейік. Оқулықтың 40 бетіндегі 5 тапсырмада берілген мәтінге назар аударыңыздар. Осы мәтінді толық оқып шығыңыздар. Содан кейін мына тапсырмаларды орындаңыздар. Бірінші, мәтіндегі ең негізгі ойды бір сөйлеммен жазып тұжырымдаңыздар. Екінші, осы мәтіннің мазмұны бойынша 2 немесе 3 сөйлемнен тұратын жинақы мәтін құрастырыңыздар. Бұл тапсырманың дескрипторы бірінші тапсырма бойынша мәтінде негізгі ойды анықтайды. Екінші тапсырма бойынша жинақы мәтін құрастырады. Жинақы мәтін 3 немесе 2 сөйлемнен тұрады. Және ең басты ақпараттарды іріктеп біріктіреді. Олай болса, балалар, сіздерге тапсырмаларды орындауға сәттілік тілеймін. Егер әлі де түсіндіруді қажет ететін тұстары болса, міндетті түрде мұғалімнен сұраңыздар. Тапсырмаларды орындап болғаннан кейін мұғалімге жолдаңыздар. Бүгінгі сабағымызға рефлексия жасайық. Сабағымызды қорытындылайтын болсақ, мына сұрақтарға жауап іздеңіздер. Жинақы мәтін құру сіздерге қиындық берді ме? Толығырақ түсінгіңіз келетін мәліметтер бар ма осы сабақ бойынша? Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.